Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Мақсат Толықбай. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой еліміздегі эпидахуал біртіндеп тұрақталып келеді дейді. Дегенмен қазір күніне кем дегенде 2,5 мың адамнан коронавирус анықталып жатыр. Бұл індет оқушылардың арасында да көбейіп бара жатқанын айта кетейік. Осы бір вирустың бетін қайтару үшін енді ай сайын қанша миллион адамға вакцина салынбақ. Айтпақшы әлемнің кейбір елдері жаппай маска тағу режимін алып тастап жатыр. Ал біз қашан бұл індетті ауыздықтаймыз? Ашық алаңда талқылап көрейік, армысыздар. Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, не болмаса WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, атсалысайық дегім келеді. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Хабардың басында айттым ғой, қазір күніне кем дегенде өзі 2,5 мың адамнан коронавирус анықталып жатыр. Яғни әрине алаңдатарлық жағдай. Осы жерде бір онлайн статистиканы бір қарап өтейікші. Жұқтырғандардың саны қаншаға жетті екен? Экранға шығарып қойсаңыздар. Мінекей барлығы дейді 292.250 адам дейді. Коронавирус жұқтырғандардың саны елімізде 300 мыңға таяп қалған. Өкінішке қарай көз жұмғандардың саны міне 3436 адам дейді. Одан бөлек қазір коронавирустың белгісі бар пневмониядан ауырғандардың саны міне 51.890 адам дейді. Жазылып шыққандар 50.773, аржақ әзірге маған көрінбей тұр. Айтайын дегенім, осы вирус жұқтырған науқастар ең алдымен осы тікелей сол кісілермен жұмыс істейтін Асылзат Аманхан қызын студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Дәл қазіргі жағдайды баяндап беріңізші. Түсіп жатқан науқастар көп пе? Кеш жарық, әрине былтырғы жылмен салыстырғанда түсіп жатқан науқастарды қатты көп деп айта алмаймын, сол тәрізді болып жатыр. Бірақ былтырғы жылмен салыстырғанда балалар арасында кішкене болса да көбейгендігі байқалады. Балалардың арасында анықталу дәрежесі көбейгенін байқаймыз. Және биылғы жағдайда өзім жұмыс барысында байқағаным, былтырғымен салыстырғанда симптомдары кішкене ауырлау келеді. Жаңа көпшілігінде пневмониялар анықталады. Тіпті ПЦР теріс болған жағдайдың өзінде де көбінде пневмониямен бізге ауруханаға келіп ем қабылдауда. Ауыр жағдайлар бар дейсіздер ғой? Иә, ауыр жағдайлар. Расымен оқушылар жайында көп айтып жатырмыз. Дәстүрлі форматқа ауысқалы. Былтырлар біз айтатымыз, әсіресе 65 жастан асқан егде адамдар көп шоғырланған жерге бармасын деген сияқты. Енді біз оқушылардан, балалардан тез өте шығама симптомсыз түрде деп ойлайтынбыз. Бірақ енді дәстүрлі формат қазір мектепке барып оқып жатқан оқушылардың ішінде 3700 жағдай тіркеліпті. Онлайн форматта оқып жатқандар 2600 жағдай дейді оқушылардың арасында. Бұны неден көреміз? Санитарлық нормалардың сақталмағаны ма, әлде бұл вирустың өзі күн өткен сайын мутацияға ұшырап қазір оқушыларға да көптеп жұға бастады ма әлде? Қандай да болмасын, жіті респираторлық вирустық жұқпаның қоздырғыштары, ауа тамшы жолымен берілетін қандай да болмасын вирустар, ол мынау сенің әкең екен, мынау сенің жәкең екен деп адам талғамайды. Ол біздің күнделікті айтып отырған әлеуметтік дистанцияны сақтау, қолды қайта-қайта жуу, маска тағу сияқты вакцинацияға дейінгі уақытта күнделікті біздің пайдаланатын, соны қалыптастыратын балалардың арасында, ересектердің арасында, және соны атқаратын арнайы гигиеналық талаптарды орындауға тікелей байланысты. Әрине, мектеп жасындағы балалардың арасын біз бұрын жеке дара айтпайтын себебіміз, олардың сабаққа бару тәртібі бөлек болды. Үй жағдайында көбірек оқыды. Әрине, ол кездерде де тығыз қарым-қатынаста болған, бірақ ауырған балаларды да біз айтып жаттық. Енді бүгінгі күні тағы да қосымша айтып кететін нәрсе, ол басқа мемлекеттерде масканы тастап жатыр екен, басқа мемлекеттерде басқа тәртіп орналастырып жатыр екен деп біз соларға
көңіл болып солардағы жағдайды қайталауымыз бүгінгі күні мүмкін емес. Себебі мына бүкіл Қазақстанның өзінде әр өңірдің өзінің эпидемиологиялық ақуалы әртүрлі. Осыған байланысты біз шараларды айтуымыз қажет, және сол шараларды орындауымыз қажет. Жалпы бұл коронавирус біздің оқушылар, балалар үшін қаншалықты қауіпті? Бұрындары балаларды жеңіл түрде өтеді деп айтушы едік қой. Жоқ, енді балалардың арасында да өзіндік жаңа фондық аурулары бар балалар болады ғой, өзі туа біткен аурулары бар. Ондай балаларда әрине ауыр түрде өтуі мүмкін. Сондықтан да балаларда жеңіл өтеді екен деп ата-аналар балаларын босқа жіберіп қойып, немесе маскасыз жіберіп, немесе көп шоғырланатын жерлерге көп ертіп баруға болмайды. Өйткені балалардың да иммундық жүйесі үлкендермен салыстырғанда әлсіздеу келеді. Сондықтан да өзіндік, егер қазіргі балалардың көбінде мысалы қосымша аурулар өте көп деп кездеседі, әсіресе аллергиялық аурулар көп кездеседі. Осылардың барлығы де жаңағы коронавирус инфекцияның жағдайының ауырлатуына әсер етуі мүмкін. Ересектермен салыстырғанда коронавирустың алғашқы белгілерін айтып жатырмын. Балалар мен ересекті қатар алып қарасақ, бір айырмашылық бола ма белгілерінде? Жоқ. Симптомдар бірдей ме әлде? Жоқ, бірдей симптомдар болады. Бірдей симптомдар бола береді. Бұл жаңа айта кеткендей, бала ересек деп талғамайды ғой, әр адамда индивидуалды түрде өтеді. Ол яғни бір балада үлкен адамдағыдай көрінбей, бес симптомна өтетін болса, басқа балалар ауырып, катаральды белгілер білініп, интоксикация синдромы пайда болуы мүмкін. Ол әркімде әртүрлі өтеді. Көбінде мына мектептердің ашуына байланысты балалардың көп ауруы, ол бала дегенмен де бала ғой, балалығын жасайды. Мысалы, масканы тағудың өзінде ережесі бар, тәртіптері бар. Ол балалар көбінде оны сақтамайды. Масканы алып лақтырып жібереді мысалға. Қолын қайта-қайта барып дезинфекциялау деген жоқ. Оны қадағалап жүретін мысалы ата-анасы да қасында жоқ мектепте. Әмбе олар біреуге біреу жұқтырады. Коллективный иммунитет жоқ себебі. Біреу үйінен алып келсе, қасында отырған балалар жұғады, соответственно. Сол себепте ол балада дәстүрлі форматқа көштік, барлық мектепке барып оқып жатыр деген сияқты. Үйінен ауырған адамнан жұқтырған бала мысалы бессимптомны болсын алып келеді мектепке, қасында отырған, бірге ойнайтын, бірге тамақ ішетін балаларға жұқтырады. Олар өзінің үйіне алып кетеді. Бәрімізде бала бар, қаншама ата-ана қазір бізді эфирден көріп отыр. Бір жағынан бір пайдалы кеңес болсыншы, балаларды қалай қорғаймыз? Не істеу керек? Бір ата-аналарға не айта аласыздар? Үйден айтып отыру керек. Күнделікті бала даладан келді ма? Ең бірінші киімін шешпей тұрып, қолын жаңағы арнайы салфеткамен, ылғалы салфеткамен сүртсін. Даладан келгенде ұстап келген соткасын, сумкесін әрине сүртіп алып, содан кейін үй жағдайында қолдансын. Оның барлығын күнделікті түрде айтып отыру керек. Жаңа мінекей коллегаларымыз айтып отыр, маска тағудың өзінің тәртібі бар деп. Маска тағу туралы бірнеше әңгіме айтып жатыр, бірақ дегенмен де балалар кір қолымен масканы ұстамау керек. Немесе біреуінің киген маскасын екіншісіне бермеу керек. Баяғыда осы вирусты гепатиттер, әсіресе А вирусты гепатит туралы әңгіме айтқан кезде айтатын едік. Сен үйден алып келген алмаңды тек қана өзің же, сенің досың бар екенін, досыңмен қарым-қатынасың жақсы екенін білеміз. Бірақ дегенмен де өз алмаңды өзің же, тістеп екінші балаға берме деп. Немесе бір бөтелкеден су ішпе, досыңа берме деп. Сол қағидаларды бүгінгі күні әлі де сақтау қажет. Себебі біз тығыз қатынаста онымен қатар белгілі бір жаңағы сыртқы ортаның объектілерімен қарым-қатынаста балалар екінші балаға осы заттарды бермеу қажет. Мүмкін жаңағы балалардың отырған орында мектепте жаңағы белгілері пайда болған кезде сол заматта медицина мамандарына қарап айтып отыру керек шығар. Оны да айтып отырмыз біз. Бірақ сол сақталына ма, кейде біз оған мектеп басшылары тарапынан талап қоя білуіміз керек. Сонымен қатар мектептен үйге барғанға дейін баланың маршрутын білуіміз керек. Ол маршрутта бала автобусқа отырады ма, автобустан үйге жеткенше қай жерге барады. Сол көпшілік орындарына, әсіресе қазір күн жылып, балалардың ойнайтын, даладағы ойнайтын орындарында балалар
қандай қарым қатынаста болады, қандай жерде көп шоғырланып, қай затты көбірек ұстайды. Мүмкін бір бала мұрын қолымен сүрте салып, немесе қалтасында жаңағы бет орамалы болмайтын болса, сол қолыменен жаңағы басқа затты ұстайтын шығар. Сол арқылы жұғады. Жақсы, енді қанша ата-ана көріп отыр, сақтансаң сақтайды дейді. Балаларға да қарап жүріңіздер. Әрине, Бүгінгі қарау керек. статистикаға қарасақ, еліміздегі мына инфекциялық төсек орындар 41%-ға дейді, реанимациялық төсек орындар 27%-ға толып қапты. Енді бос емес инфекциялық орындардың көрсеткіші бойынша қазір алдыда Батыс Қазақстан облысы тұр 63%-ға дейді. Алматы облысында 61%-ға толып қалған. Енді жалпы бұл вирустың қайтадан мына күшейе бастауына не себеп? Осы сұрақ қойланамын мен. Былтырда дәл осылай басталған. Көктемнің әсері болуы мүмкін ба? Иммунитет бір бәлкім әлсірейтін шығар бізде. Иә, оның әртүрлі себептерін Әйтпесе қол жуу, маска тақ дегенде бір жыл болды ғой, ұстайтып келе жатырмыз ғой. Енді соны да күнделікті өмірде дұрыс қолдана білмейтін, соны дұрыс пайдалана білмейтін адамдарды даладан әлде де болса көріп отырмыз. Осы ауырған науқастардан қалай болды, қалай ауырдыңыз дегенде, осы бір жерге барып едім, сол арасында, көпшілік арасында бір кісі жөтелгенін байқап едім деген кісілер бар. Енді оның барлығы да біздің айтып отырған жаңағы санитарлық, гигиеналық талаптардың орындалмағанына әрине себеп. Енді әрине иммунитеттің төмендеуі, ол да бір белгілі фактор болады. Сонымен қатар, әрине біз вирустың белгілі бір мутацияға ұшырағандығын тек қана ол Қазақстанда ғана емес, басқа мемлекеттерде, бізге енді басқа мемлекеттерден мәлімет келіп түсіп отыр ғой. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы арқылы қай күні қай мемлекетте қандай өзгеріс болып жатқандығы туралы мәліметті біз күнделікті алып отырамыз. Осыған байланысты осы вирустың әрине көптеген мына адамдар арқылы өтіп жатыр ол вирус. Өзінің мына қоршаған ортаға деген белсенділігін, қарсы тұру қабілеттілігін ол да күннен күнге күшейтуі мүмкін. Сол мутация ретінде көріледі. Өзіне коронавирустан бұрын бірінші кезекте пневмониядан қорқамыз. Айжан ханым, жалпы өзінде көктемде пневмония өрши ма? Негізі пневмония қыс уақытында жақсы өршиді. Қыс уақытында, иә, желтоқсан, январ, осы мартқа дейін негізі бізде пневмония үнемі жоғары деңгейде болатын тұғын. Бұл неге байланысты? Бірінші себебі, яғни науқастар иммунодефицитный, иммунотапшылықты науқастары бар, оларды ұмытпау керек. Жаңа сіздің сұрағыңызға екі себеп бар. Біріншісі ол мутацияларға ұшырау, екіншіден жеке гигиеналық шараларды ұстанбау. Және үшінші бір жағдайы, бұл біздің арамызда науқастардың иммунотапшылықты жағдайы бар науқастар есімізде жоқ, мысалы, олар бар деп ойламаймыз. Сосын астмасы бар, хобылы бар, пневмониямен жыл сайын стационарға 3 рет, 4 рет келетін пациенттер бар. Олар, мысалы, бұл жаңа мутацияланғанға қатты иммунитеті болмайды да, қайтадан ауырып қалу жиілігі жоғарылай бастайды. Сосын қазір енді кейбір ел ПТР тест тапсырады, ол жерден теріс нәтиже береді. Бірақ артынан барып компьютерлік томография жасаса, өкпесі қабынып кеткен. Тест көрсетпейді. Бұны қалай түсіндіріп бересіз? Бұл алдында да айттық қой, яғни ПТР тесті негізі 30% жиілікке дейін жалған көрсеткіш көрсету мүмкін, бұл бір. Екінші тағы да былайша жалпақ тілмен айтқанда, осы коронавирус инфекция асты қарай, яғни төменгі өкпе жолдарына түсуі мүмкін. Тыныс жолдарына түсуі мүмкін. Соның салдарынан ол сол кезде тапсыру үлгермеген, немесе сол ПТР-дің жағынан олқылықтары болып та қалуы мүмкін. Бұл, яғни ПТР-ді тапсырған кезде міндетті түрде біз жалпы бір ПТР-ге қарап қалмаймыз. Яғни біз пациенттің симптомдары қандай, екінші ПТР қандай. Біз даже егерде КТ-дан пневмонияны көрсек, вирус пневмония, ол антибиотик берудің әлі себебі емес. Еще сатурацияға қараймыз. Яғни әр пациентке жеке тұтастай қаралу керек. Өйткені қазір барлығы бұрынғыдағыдай, мысалы, те же самый гепарин сияқты өте күшті препараттарды науқастардың арасында қайтадан қабылдап жатыр. Мысалы, ондай препараттарды үй жағдайында қабылдауға болмайды. Оны тек стационарда ғана қабылдау керек. Мысалы, бір адам пневмонияға шалдықты делге, ең алғашқы белгілерді әр адам өзі бір сезін ала ма, әлде тек қана компьютерлік томографияға түскеннен кейін бірақ белгілі бола ма бұл? Әр науқаста әртүрлі. Ол иммунитеттің жағдайына байланысты. Бірақ бірінші ол бұрын сонды болмаған дене қызуы. Дене қызуы болады. Бірақ та бұл жерді тағы білу керек. Қарт кісілерде, мысалы, дене қызуы тіпті бұрынғы бактериалды пневмониямыздың өзінде коронавирус инфекцияға дейінгі бүкіл пневмонияларда қарт кісілерде температура болмайтын.
бұл жағдайды да қадағалау. Екінші, ол кісілерде құрғақ жөтел және көкіректің яғни терең тыныс алғанда жөтеле бастауы, ауру сезімдері, өте мазасыздық, әлсіздік сияқты сезімдер болады. Және бұл жерде егерде мысалы науқас білмейтін болса, сатурацияны өлшеген дұрыс. Сатурация ол оттегіге қанығуы. Егерде ол 92%-ке дейін болса, біз үй жағдайында емдей аламыз, ал 92-ден жоғары болса, ол міндетті түрде, яғни дәрігердің қадағалауында анализдерді тапсыру керек. Алғашқы белгілері жаңа ауа жетпеуі мүмкін, жөтел болуы мүмкін, дене қызуы болуы мүмкін, түшкіруі мүмкін. Хабарымыз жалғастырайық. Жаңа бір жағдайды айтып жатырмыз, біреудің өкпесі қабынған, тест тапсырды, бірақ птр тест көрсетпейді. Яғни бұл жерде де бірде көрсету, бірде көрсетпеу мүмкін деген сөз ғой. Дұрыс айтасыз. Толық сенуге болмайды ғой. Жоқ, ол сенімділікке немесе сенімсіздікке байланысты емес. Ол келген, осы ПТР әдісіменен зерттеуге келген науқастың қай күнінен бастап ауырғанына байланысты. Яғни біздің айтып отырған коронавирус жұқпасының вирусы мына жоғарғы тыныс жолдарының кілегей қабатының арнайы кілегей қабатында 3 күн немесе 5 күнге дейін. Негізінен 3 күннен кейін ол тыныс жолдарының төменгі қабатына, төменгі деңгейіне өтіп кетеді, төмен қарай түседі. Себебі қалай? Жаңағы өзінің белгілі бір өмір сүру циклы бар оның да. Содан кейін ол төменгі өкпе жаңағы клеткаларын іздеп төменге қарай кетіп қалады. Енді сол кезде егер сізде мына жоғарғы тыныс жолдарының клеткаларында вирустың өте аз мөлшері болғанда, сынама алған кезде, әрине ол сынамада болмай қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен де біз мына зертханалық мамандарға, басқа мына арнайы дайындалған мамандарға айтамыз. Сол мұрын қабатынан немесе тамақтан жұқпа алған кезде арнайы батырып, ауырған сезімі пайда болғанға дейін алыну қажет. Себебі сол эпителий қабатының клеткасын алып, біз ПТР әдісімен клетканың ішіндегі вирустық материалды іздеуіміз қажет. Себебі вирус ол паразит, ол клетканың ішкі жағында болады. Айжан жалпы осында пневмония дейміз ғой, өкпенің қабынуын дәрігерлер үнемі пайызбен айтады ғой бізде. Сіздің өкпеңіз жаңа 30%-ға қабынған, 40%, 50%, 60% деп. Қанша пайызға жеткенде қауіпті болып саналады? Ондай бір пайызға жету бұлай бөліп нетуге болмайды. Бірақ та егер де уже 30%-тен, 15%-тен асатын болса, пайыз деңгейінде, және де науқаста белгілі өзінің симптомдары бар. Ол әртүрлі болым, қазір түсіндіріп айтам. Бірінші, егер дене қызуы түспейтін болса, 5 күн аралығында ешқандай парацетамол, ибупрофен, немесе не ішсе де дене қызуы түспейтін болса, бір. Екіншіден, науқаста ентікпе пайда болатын болса, мысалы отыр, ешқандай физикалық жүктеме жоқ, бірақ ентігіп жатыр. Және үшіншіден сатурациясы 92%-тен бірден түсетін болса, яғни кеше мысалы 96% болды, бүгін 92% болды түсетін болса, онымен қатар әлсіздік, мазасыздық, науқас көп сөйлеспейді, жата береді, ондай белгілер болса, бұл дегеніміз қосымша анализдер алып, ары қарай науқасты дұрыс емдеу керек деген сөз. Және цитокиновый шторм деген нәрсе бар. Бұл дегеніміз кейбір науқастар өз практикада оны сезбей де қалған кездер болды. Бұл дегеніміз өте қауіпті. Неге десеңіз, бұл жерде бірнеше күнде науқас кетіп қалуы да мүмкін. Бұл сәттерде міндетті түрде стационарға жатқызып, қажетті ем беру керек. Мұнда енді гормондарды беріп, керекті препараттардан кейін ғана беріледі. Сондықтан, мысалы, менде мынанша пайыз болды деп, ондай тұжырым жасаудың қажеттілігі жоқ. Бұл диагноз қойылғанда тұтастай қаралу керек. Қандай симптомдары бар, қандай КТ-дан қандай көрсеткіш анализдерінде, мысалы, лейкоцитоз болып жатыр ма, лейкоцитопения болып жатыр ма, коагулограммда қан қойылып жатыр ма, қойылып жатқан жоқ па, СРБ көтерілді ме, көтерілмеді ма, прокальцитиновый тест көтерілді ма деген сияқты көрсеткіштерді тұтастай қарап, сосын ғана бір шешім айтуға болады. Яғни мынандай да бір сұрақ бар да, компьютерлік томография көрсеткен нәрсені рентген көрсете алмауы мүмкін ғой? Рентген, мысалы, егер де дәл коронавирус инфекцияны айтатын болсақ, егер 50%-ке дейін біз көрмей қалуымыз мүмкін. Яғни 50%-тен жақсы прям көріну мүмкін. Бірақ КТ рентгенге қарағанда дұрыс
көбірек көрсетеді, көбірек ақпаратты береді. Өйткені Сондықтан компьютерлік томографияға түскеніңіз абзал дейсіз ғой. енді мүмкіндігінше, егер де науқас келетін болса, дәрігер қарайтын болса, симптомдарымен, анализдермен, сонымен ақ негізінен диагноз қойға болады. Рентген өтсе рентген. Енді әр кімнің КТ өтуге жағдайы жоқ қой, бәрі өте алмайды. Егер де сіз симптомдар дұрыс қойып, дұрыс диагностикалай алсаңыз, міндетті түрде қойға болады. Бірақ рентген КТ деген шешім қайсысын таңдаймын десеңіз, міндетті түрде КТ. Жақсы, бұл елден тек қана бізде емес, бүкіл әлемді әбігерге салып жатыр. ақш-тың өзінде коронавирус жұқтырғандардың саны 32 миллионнан асыпты. Үндістандағы жағдай тіпті нашар. Әлемдегі ахуал қандай екен, осы жерде бір қысқаша бейнематериал көріп алсақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус жұқтыру көрсеткіші соңғы 8 апта бойы тоқтаусыз өсіп келе жатқанын хабарлады. Бүгінге дейін 3 миллион адам аталмыш індеттен көз жұмған. Әсіресе Индияда жағдай күрделі. Мұнда бір тәулікте 270 мың адам індет жұқтырыпты. 1625 адам қайтыс болған. Антирейтингтің екінші орында Түркия тұр. Мұнда 55.802 адамның ағзасынан COVID-19 вирус анықталыпты. Үшінші орында жалпы вирус жұқтырғандар саны 32 миллионнан асқан Америка құрама штаттары орналасқан. ақш-та 24 сағаттың ішінде 43.174 адам коронавирусқа шалдыққан. Европада да жағдай мәз емес. Мысалға Францияда күніне 29.344 адам тіркелсе, Германияда 13.123, ал Италияда 12.694 адам сырқат жұқтырған. Өткен тәулікте әлемде 9.323 адам коронавирустан қайтыс болыпты. Алайда қатаң карантиннен кезең-кезеңмен шығып жатқан елдер де бар. Мысалға Португалияда сырқат жұқтыру көрсеткіші едәуір азайғандықтан мектептер мен жоғарғы оқу орындары және сауда орындары ашылыпты. Сонымен қатар жабық ғимараттағы мейрамханалардың қызметіне де рұқсат берілген. Ал Израиль билігі тіпті маска режимін алып тастағанын хабарлады. Елдегі 16 жастан асқан тұрғындардың 81% вакцинаның екінші дозасын алып үлгерген. Бұл вирус жұқтыру дерегінің күрт төмендеуіне әкеліпті. Міне, Израиль бетпердені шешіп жатыр, вакцинаның арқасы дейді. Біз қашан шешеміз? Вакцинациямен қамтудың 60 және одан жоғары пайызы бұл белгілі бір иммунитеттің қалыптасуын. Яғни ұжымдық иммунитет қалыптасу үшін кемінде 60% алу керек. Ол ұжымдық иммунитет болып есептелінеді, және біз жұқтыруды азайтуға және ауырған науқастардың ішінде ауыр жағдайды әрине төмендетуге, оның ішінде өлім жітім жағдайын төмендетуге әрине мүмкіншілік өте зор, соған қол жеткізуіміз қажет. Біз енді қазір тікелей эфирді пайдаланып Skype арқылы Швейцариядан Европа қазақ дәрігерлер ассоциациясының президенті Серік Тұрсын мырзамен тікелей байланысқа шығып көрсек, қоссаңыздар. Серік мырза, естіп тұрсыз ба дауысымды? Естіп тұрмын, кеш жарықтан. Қайырлы кеш дейміз. Қазақстандан сәлем сізге. Сіздердің елдеріңіздегі эпидахуал қалай? Вирустың қарқыны бәсеңдеді ме, жоқ па? Бір ауыз сөзбен айтқанда жоқ. Мысалға бізде бір көрсеткіш бар. 100 мың адамға қанша адам ауырады деген. Сол 100 мың адамға қазір 300-ден аса адам ауырып жүрді. Енді оны Германиямен салыстырсақ, Германияда осы күні 100 мың адамға 162 адам. Сондықтан Швейцарияда Германияға қарағанда 2 адам ауыру есе көп. Оның себебі неден деп ойлайсыздар енді? Оның себебі мына мутация келді ғой. Англиядан B117 дейтін сол тарап кетті де. Қазір бізде мына Вуханның вирусы жоқ деуге болады. 80% сол Англиядан шыққан мутация. Енді бізде тегеу деген жоқ қой. Негізінде Германиямен салыстырғанда бізде тегеу деген жоқ. Бізде бүкіл мектептер ашық, бізде мектептер жабылған жоқ. Ресторан далада ашық, кафетерий далада ашық, жұмыс басы ашық. Далада біз маска тақпаймыз, жұмыс деген жерде сонда ғана. Сонда қандай шектеу бар сіздерде? Бәрі ашық, сонда қандай шектеу бар? Шектеу деген біз жұмыстың басында маска тағуымыз керек. Содан кейін үйдің ішінде, ресторан ішінде 5 адамнан артпау кездесу жүргізуіміз керек. Сондай шектеулер бар. Бәлкім осының әсерінен шығар сіздерде?
бәсеңдемей тұрғаны? Бізде негізі бұл ауру негізі өте 80% өте жеңіл өтіп жатыр. Сондықтан бір жағында кісілер ауырып кеткенде, жазылып кеткенде жақсы болады деп ойлаймын өз басым. Бізде күніне бір шамамен 2,5 мың адамнан анықталып жатыр. Енді 2,5 мың, 2600 адам дейміз ПТР тестінің нәтижесінде. Бұны қалыпты жағдай деп қарастыру керек па? Сіздерде Қазақстанда 18 миллион адам ғой. Иә. Швейцарияда әрі кеткенде 8 миллион адам. Бізде де сол деңгейде, бізде де 2,5-3 мың адамнан күніне ауырып жатыр. Ал енді вакцинациялау қалай жүріп жатыр? Елдің ықыласы қалай халықтың? Өте жақсы, бәрі салғысы келеді, адамдардың өте жақсы. Бірақ бізде вакцина жеткілікті емес болып тұр. Жағдай сол жерде бар, не қиыншылық. Өйткені біз Америкадан аламыз ғой, Модерна мен Pfizer дейтін. Енді Америка бірінші өздеріне жасап жатыр ғой. Сондықтан оны Европаға түгел жібереді. Европаны өздерінің ішінен бөледі. Мына Швейцария Европа не одағына кірмейді. Сондықтан олар не кішкене Швейцарын былай шектеп тастады. Сондықтан енді біз жасап жатырмыз, бірақ қарқынмен не Америка, Израиль, немесе мына Англиямен салыстыруға болмайды. Айтпақшы, маған бір сұрақ қызық болып тұр. Бізде басында бір сенбеушілік болды. Мына вакцина салып елді қырайын деп жатыр екен, ана ішіңе чип енгізеді екен деген сияқты фейк ақпараттар сіздерде де болды ма? Бізде ондай ақпараттар бар, вакцинаға қарсы адамдар да бар. Бірақ біздің енді қарсы адамдар болғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені егер де біз 3-тің біреуі қарсы болса, мына 3-тің 2 адамға жасасақ, сол негізде жеткілікті. 2 адам вакцина алмады. Сұрақтарыңыз бар ма сіздің? Енді мүмкіндік болса тікелей эфирде қалуыңызды сұраймыз. Мүмкін көрермендердің тарапынан тағы да бір сұрақ болып қалуы мүмкін ғой. Жақсы. Сіздің сұрағым келеді, біздің елдің ойы қаншалықты өзгерді мына вакцинацияға байланысты? Басында болды ғой бір сенбеушілік. Қазір енді көптеп салдыра бастаған сияқты ерікті түрде. Иә, бүгінгі күні әрине өз ерігімен түсіністік болу нәтижесінде келіп жатқан адамдардың саны өте көп. Тек қана өздері ғана емес, сонымен топ-тобымен белгілі бір ұжымдардағы өзінің коллективтегі адамдарын ертіп алып келіп жатыр. Үйіндегі бала шағасымен келіп жатыр. Бұлардың барлығы да әрине өз сырқаттанушылықтың жағдайын төмен түсіруге өздерінің үлесін қосады деген сенім болу керек. Осыған байланысты әрине бұның бәрі құптайтын әңгіме. Бірақ дегенмен де мына қарсы келетін адамдардың саны әрине біздің мемлекетімізде де бар. Ол туралы айтатын болсақ, жаңағы сіз айтпақшы, мына иненің басында белгілі бір зат бар екен, ол белгілі зат біздің бұлшық етімізге кіруі мүмкін екен деген әңгімелер. Ал енді бір жағынан қарайтын болсақ, біздің вакцинамыз, алып жатқан вакцинамыз, ол сұйық зат. Енді қандай да болмасын, шприцке енгізілген сұйық затты мына флаконнан енгізген кезде біз сол шприцтің басында тұрған ауаны шығарып тастауымыз керек. Сол ауаны шығарып тастаған кезде қандай нәрсе болса да, ол шип болса да, басқа нәрсе де болса түсіп қалуы қажет. Енді былай логикаға сенетін болсақ, әрине вакцинаның құрамында бүгінгі күні біз айтамыз, аденовирустық жаңа вектор бар, басқа белгілі бір созылмалы ауру шақыратын, немесе бір 10-15 жылдан кейін ауру шақыратын басқа ешқандай заттары жоқ. Ал енді мына иммунитетті арнайы спецификалық иммунитет дейміз, осы коронавирусқа қалыптастырады. Және бұл вакцинациядан кейінгі қалыптасып жатқан иммунитетіміз сырқаттан кейінгі иммунитеттен көп уақытқа созылады және тұрақты. Белгілі бір қалыптасу өзінің жүйелі түрде. Сондықтан да әрине ауырып мына иммунитет қалыптастыруға мүмкін болатын шығар. Мен оған өз басым түсінбеймін, түсінгім де келмейді. Әрине мен өзімнің, балаларымның, немесе әке-шешем, туған туысқандарымның бұндай беті аулақ ауруменен ауырғанын қаламас едім. Ол жеңіл өтеді ма, ауыр өтеді ма, оны ешкім сізде мінекей келіп жұқтыра қойыңыз, ауыра салыңыз, жеңіл өтеді деп, ешкім оған ешқандай гарантия бере алмайды. Ал бірақ вакцинациямен біз белгілі бір осы аурудан қорғанудың бүкіл халыққа қажеттілігін және оның пайдасы бар екенін бүгінгі күні оны айта аламыз. Вакцинациядан басқа жолы жоқ. Бүгінгі күні вакцинациядан басқа ешқандай жолы жоқ.
әрине мына соңғы 60 одан жоғары пайыздағы халықты жаңа ұжымдық иммунитет деп жатырмыз. Белгілі сырқаттанушылықтың тек қана тұрақтандыруына ғана емес, соны өте төменгі деңгейге дейін қалыптастыруына мүмкіншілік жасайды. Бірақ дегенмен де белгілі бір уақытқа дейін біз масканы киіп жүруіміз қажет. Әсіресе мына бүгінгі күні мен 2 рет вакцинация алғаннан кейін вакцинаны лақтап тастап жүре беруге болады ма деген сұрақтар туындап жатыр. Әрине, жаңа белгілі бір хабар басында айттыңыз, ол үшін біз кемді ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін белгілі бір деңгейге дейін біз ол мәселені әлі қозғамаймыз. Жақсы, өткен хабарда да айттық, вакцина алғаннан кейін де вирусты қайтадан жұқтыруы мүмкін. Енді мына қай елдерде бұл вакцинация қарқынды жүріп жатыр? Бұл да бір қызық сұрақ қой деп ойлаймын. Статистикасын беріңіздерші. Бірінші кезекте тұрған бізде қазір ақш 25% алыпты, 84-3 миллион адамға 2 доза дейді, вакциналанған. 2 дозасын қоса есептеп отырмыз. Үндістанда 16 миллион дейді, Ұлыбритания, Бразилия, Түркия, Ресей, Индонезия, Германия, Израиль, Франция деп кете береді. Енді осы жерде өзіміздің елге келейік. Біздің елдегі қазір мына онлайн статистикасы жүріп жатыр. 7304 дейді, міне қараңыздар. 733.980 адам. Екінші компонент алғандар 122.926 дейді. Енді осы айдың аяғына дейін біз 2 миллион адам деп отырмыз. Бүгін енді премьер-министр айтты, одан кейін әр ай сайын 2 миллион адамға вакцина салуымыз керек дейді, білмеймін. Енді шамамыз жете ме бұған біздің? Бұған белгілі үкімет тарапынан да, денсаулық сақтау министрлігі тарапынан да белгілі бір жұмыстар атқарылып жатыр. Вакцинамен қамтамасыз ету жүйелі түрде үстіне жаңаға мемлекетке келген сайын оны жүйелі түрде бөліп тасымалдау жұмыстары да жақсы жолға қойылып жатыр. Ал енді сонымен қатар баяу жүріп жатыр деген ғой. Енді біз енді былай күнделікті динамикасын көрсететін болсақ, осы соңғы 2 апта, 3 аптаның ішінде біз осы динамикасының өршуін айтуымға болады, жаңа жоғары, жақсы деңгейде жүріп жатқанын айтуымызға болады. Ал енді не үшін екінші дозасымен қамту әлі де болса 122 мың, себебі арасында 21 күн уақыты бар, интервалы бар. Енді сонымен қатар көпшілікке айтып кететін тағы бір әңгіме, бұрын енді өзіміздің белгілі бір талаптарымызға сай, бұл талаптардың барлығы жай ғана айтыла бермейді, жай ғана жазыла бермейді. Осы вакцинаны шығарушы, өндіруші, немесе сол вакцинаны алған адамдардың арасында жасалынған ғылыми жұмыстардың нәтижесіне сүйене отырып жасалынады. Соған байланысты бірінші вакцина мен екінші вакцинаның арасында егер 21 күннің ішінде салып үлгермеген болса, 7-60 күннің ішінде салуға болады. Бұрынғы кезде біз себебі 7 күнде... Яғни 21 күннен асырып та сала беруге болады ма? 21 күннен бірінші вакцина мен екінші вакцинаның арасында әрине болады. Себебі бүгінгі күні сондай ғылыми жұмыстардың нәтижесі шығып отыр. Яғни 21 күннен кейін салынған вакцина менен 60 күннен кейінгі 21 күнді қосып айтқанда тағы 60 күн, 80 күннен кейінгі салынған вакцинадан кейінгі тиімділік бірдей дейсіз ғой? Шамамен бірдей. Яғни өзімізге белгілі кейбір кісілер жұмыс бабымен кетіп қалуы мүмкін. Бұға дейін бізде ешкім айтып көрмепті. Жұмыс бабымен... 21 күн деп бір қатып қалған қағида деп жүрміз ғой. Жоқ, қатып қалған қағида емес. Себебі біз барлық адамдардың күнделікті өмірдегі болатын әртүрлі жағдайына тағы да қалыптастыруымыз керек қой бұның бәрін. Кім біледі, біреу дәл 21 күн келгенде тұмауратып қалуы мүмкін. Біреу ауырып қалуы мүмкін. Жолға шығып кетті. Немесе біреудің жаңағы айтып отырған созылмалы бұрыннан ауырған аурулары болатын болса, солардың өршу кезеңіне түсіп қалуы мүмкін. Хабарымыз жалғастырайық. Дегенмен енді денсаулық сақтау министрі Алексей Цой эпидахуал тұрақталып келеді деді. Осыған байланысты бізде бір 9 күннің статистикасын жасап көріп едік, жұқтырғандардың саны қаншадан қаншаға көтеріліпті, не болмаса қаншаға азайды деген сияқты. Міне, экранға беріп отырмыз. 9 күн бұрын 11 сәуірде 2290 адамнан анықталған бір тәулікте. 14 сәуір күні 2600-ға көтеріліпті. Ең бір шарықтау күні 17 сәуір байқасаңыздар 2828.
енді мына тұрақталып келеді деген соңғы 2 күн бар болған не 100-150 адамға азайған демек жағдай әлі де дабыл қағарлық қой. Бәсендеуге болмайды. Осында меңзеді ме екен енді тұрақталып келеді деп жатқанда не айтқысы келді бұл жерде министр? Енді біз күнделікті келіп түсіп жатқан науқастардың мәліметіне сүйене отыра статистиканы, оның төмендеуін немесе жоғарылауына мәлімет беріп отырамыз. Әрине, бір күндік емес, 2 күндік сырқаттанушылықтың төмендеуінің өзі белгілі бір тұрақтылықты көрсетуі мүмкін. Соған байланысты бұл тұрақтандырылу процесі, бірақ дегенмен де біздің халыққа тағы да айтып кететініміз, ол сырқаттанушылық жағдайы тұрақталды, біз барлығын жиып қою керек деген әңгіме болмау керек. Әлі де болса біз сақтандыру шараларын ешқандай мүлтіксіз орындай беруіміз қажет. Сіздердің орталықтарыңызда жағдай қаншалықты өзгерді? Керісінше көбейді ме науқастар? Мысалы, өзім жеке практикамда айтатын болсам, бұрын хобылмен, басқа аурулармен, хроникамен көп келетін. Қазір тек қана пневмониямен келеді. Пневмониямен келеді. Арасында енді менде коронавирус деп шатастырып келетіндер де болады. Мысалы, КТ өтеді, КТ-дан пневмофиброз шығады, бірақ алдын айттық, біз коронавирусты инфекциядан кейін пневмофиброз болады. 6 айға дейін, яғни өкпенің өз-өзіне келуге шама беру керек. Бірақ егер де салыстырып қарайтын болсақ, көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр, иә? Көбейіп жатыр, иә. Енді адам өзі қандай да бір белгілерін байқаса, бірінші қайда барады? Емханаға барады. Емханалардағы жағдай қалай? Бізде емханада көбінде жаңағы клиникасы пайда болып, симптомдары пайда болып келген адамдар болса, біз әрине қуанамыз. Себебі оларды анықтау мүмкіндік жоғары. Келе сала фильтр кабинетке кіреді, одан кейін біз ПЦР-ін алып, ПЦР-дің нәтижесіне қарай компьютерлік томографияға жіберіп жатамыз. Бірақ та бізде қорқытатын жайт десек болады, көп адамдарда бессимптомны, яғни симптомны көрінбей өтеді. Ол адамдар жаңағы тасымалдаушы болып, араласып, басқа адамдарға жұқтыру қаупі жоғары. Бізде жаңағы стабилді, өзім мобильді бригадада жұмыс жасаймын. Біздің осы жұмыстың бүгінгі күнгі нәтижесі бойынша бізде адам саны ешқандай да азайған жоқ, тұрақты. Күніге бір поликлиникаға 30 мың адам бар десек, күніге 10-12 адам ПЦР оң нәтиже беріп келіп жатыр. Оның үстіне ПЦР теріс нәтиже беріп, бірақ компьютерлік томографияда пневмониясы бар, белгілі мөлшерде процент поражениясы бар адамдар келеді. Олар да 5-6 адам санын құрайды. Бізге хабарласқан көрмен бар екен, бір қоңырау тыңдап алайықшы осы жерде. Қайырлы кеш. Я эфирдес тыңдап тұрмыз, сұрағын жолдай беріңіз. Мен Қазақстан азаматымын. Иә. Вакцина алдым. Айтыңыз енді, айтыңыз, тыңдап тұрмыз ғой. Вакцина алдым. Әйелім Өзбекстан азаматы. Сол Өзбекстан азаматы, бірақ менің бірге воссоединение семье бойынша тұрып жатыр. Енді ол қалай вакцина алады? Қайталап өтіңіз, студия дұрыс естілмей тұр. Өзбекстан азаматы, әйелі Өзбекстан азаматы екен. Вакцина ала алмай жүр дейді. Қалай алса болады дейді. Жақсы түсінікті. Емханаларға бардық, ешкім жауап бермеді дейді. Бұл жерде қалай болады? Вид на жительствоға қарайды. Егер де вид на жительство болса, бірақ коронавирус ол ел талғамайды, азамат талғамайды ғой. Сондықтан бізде ПЦР-ді алу, компьютерлік томографияға түсіру, егер де коронавирус жағдайы симптоматика болса, сол себепті вакцина салу да ол тегін жүргізіледі. Яғни ол емханаға келіп ала алады. Емханаға келіп ала алады. Емханаға барыңыз қайтадан. Ашық алаңда айтты, емханаға барып ала алады деп айтыңыз. Иә. Себебі бұл жаңағы социальный, әлеуметтік қауіпті індет болып табылады ғой. Сол себептен бүкіл қандай азамат болмасын, вид на жительствосы болса, біз жаңағы мобильді бригада болсын, скорый жедел жәрдемдер болсын, олар қызмет көрсетеді тегін түрде. Жақсы, бізде әлеуметтік желіден тола сұрақтар келіп түсіп жатыр. Сәлеметсіздер ме дейді, менің сұрағыма жауап берулеріңізді сұранамын дейді. Себебі дәл қазір мен ауырып жатырмын, укол 7-ші күн салдырып жатыр. Әлі ауырып жатырмын, үйде кеудем ауырады, жөтел бар, жөтелсем кеудем ашиды. Сұрайын деген мен рентгенге өкпемді түсіру керекпін бе дейді. Бірінші
бірінші жаңағы жедел жәрдем немесе мобильді бригаданы шақырсын. Ары қарай мен оқып берейін, сол кезде түсінікті болатын шығар. Барайын десем, страховка төлеу керек дейді. Қазірге мен страховканы айтып жатыр. Әлеуметтік сақтандыруда. Қазіргі уақытта төлей алмаймын, себебі балаларым да ауырып жатыр дейді. Біреуі больницада, біреуі үйде ауырып жатыр дейді. Яғни мына жерде мен страховка деп енді орысша айтып жатырмыз, әлеуметтік сақтандыру жоқ деген сөз бұл кісіде. Міндетті. Не істей алады? Бүгінгі күні енді әрине біздің коллегамыз айтып отыр, үйге дәрігер шақырту қажет. Ол жаңағы 03-103-ке хабарласады ма, немесе учаскелік дәрігер шақырту. Келсе қандай жағдайға қарамай алып кетуі міндетті Әрине, біздің ең негізгі мақсатымыз мына ауру көзін изоляциялау. Содан кейін сол ошақтағы контактта, қарым-қатынаста болған адамдардың бәрі де тізімге түсірілетті. Олардың барлығынан да мына ПТР әдісіменен сынама алды. Айнагүл, жедел жәрдем мен сақтандыруға қарай ма, қарамай ма? Жедел жәрдем бүгінгі күні ешқандай қатысы сақтандыруға қарамайды. Қарамайды. Бұл кісіні біз негізгі мақсатымыз қазір оқшаулау. Одан кейін айтып отырған сөзіне қарағанда, бұл науқасты бұрынғы ауруханада жатқан басқа науқасқа байланысты, егер онда коронавирус жұқпасы табылған болса, немесе пневмония деген диагнозы, осы коронавирусқа байланысты пневмония диагнозы қойылған болса, тегін ақысыз түрде келіп ПТР әдісіменен жаңағы зерттеуге алу қажет болған. Сондықтан да Білмеймін, осы ашық алаң студиясында айтылғанда бәрі оңай сияқты көрінеді, бірақ шалғай елді мекендерде неге бәрі қиын бізде? Қиындатпау керек, негізі әр нәрсенің шешімі бар. Ол жүйеге салынған, ол іс жаңағы, ол жүріп жатыр, жұмыстар жасалынып жатыр. Оның барлығы хабарласқан уақытта біз автоматты түрде сол жерге бригада шығады, барлығынан контакты болған адамға қарамайды, страховка бар, жоқ, барлығынан ПТР тест алынады. Егер де оң нәтиже берген жағдайда әрі қарай оған жаңағы анализдер, компьютерлік томография бәрі тағайындалады. Одан кейін және жаза кетіпті, 7-ші күн укол алып жатырмын дейді. Қазір көп адамдар қателеседі, жаңағы антибиотиктерді өздігінен сатып алынады, өздеріне өздері жаңағы дәрі-дәрмек тағайындайды. Олай болмайды. Себебі олай болмайды. Өйткені мына коронавирус ол өзгеше жағдай, бұрынғыдан болмаған жағдай деп айтсақ болады. Антибиотик ішуге болмайды бұл жағдай. Иммундомодуляторлар, противовирусный препараттар дейді. Ондай дәрілерді ішуге болмайды, себебі ол ағзаның өзіндік иммунитетін түсіріп жібереді. Және бұл вирусты пневмония болғаннан кейін ол жерде алынып атқан, енді ол Құдай біледі, укол бір цефазолин, цефтриаксон салып атыр ғой. Олар көмектеспейді бұл жерде. Тиімділігі де жоқ шығар бұл кісіге. Себебі бұл кісі бұрынғы осыдан 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын баласы... Хаттаманың өзі қазір өзгеріп кеткен сияқты. Протоколдың өзі өзгеріп кетті. Бұл 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрынғы әдіспенен не баласы, не туысқаны ауырған, соған осындай дәрілерді жазып берген болса, содан жақсы болып кеттім деп, немесе басқа біреуден жаңа кеңес сұраған болса, соныменен емделіп жатуы мүмкін. Бұндай жағдайда біздің айтатын әңгімеміз тек қана біреу ғана. Не 103-ке хабарласып шақырасыз, не өзіңіздің дәрігеріңізді шақырасыз. Сізге ешқандай жаңағыдай сізді барып емдемеймін, сізді барып қарамайым деген әңгіме айтылмайды. Ал егерде жаңағыдай осындай қайталанатын болса тағы да сіздің бағдарламаңыз арқылы бізге хабарласуға болады. Не дейді? Айтыңыз. Біріншіден әріптестерім дұрыс айтады. Ол осыған дейін де мысалы өте үлкен препарат мирапенемге дейін науқастар үй жағдайында қабылдады, ол дұрыс емес. Дексаметазон, преднизолон қабылдады, ол дұрыс емес. Бір дәл осы науқас, яғни осы адамға байланысты айтатын. Біріншіден, сіз қазір үйде отырмаңыз. Сіз қазір міндетті түрде бригадан шақырыңыз. Жазылған симптомдарыңыз ұқсас келеді. Яғни бізде бірінші вирус кіргеннен кейін ол бактерияға әкелуі мүмкін және әкелмеуі мүмкін. Яғни бактериалды пневмонияға қосылуы мүмкін. Осындай симптомдар болғанда мүмкін ол да бактериалды пневмония да болып қалуы мүмкін. Сондықтан да бірінші түрде ол кісі хабарласын, екіншіден сатурациясын өлшесін пульсоксиметр арқылы, үшіншіден біз алдында айттық, қарсы көрсеткіштер болмаса, кез келген адам ауыра бастаса, симптом болмаса да ацетил салицилді қышқыл немесе клопидогрил
75 миллиграммды қабылдай беру керек. Неге десеңіз, вирусты пневмония кезде және бактериялы пневмония қосылған сәттерде қан тамырларын, яғни васкулитті патогенез дейді, қан тамырлар ісіне бастайды. Олардың қан тамыр өткізгіштігі жоғарылай бастайды. Сол жерден тромб түзіліп, Бұндай құрылғылардың өзі әркімде табыла бермейді ғой енді бізде. хотя бірінші көмегі сол болу керек. Қараңыздаршы, сәлеметсіздер ме дейді, үйде ауырып жатырмын, участковый врачты шақырып едім, келген жоқ дейді сол күйге. Жөтелемін, қақырық келеді, бұл коронавирусқа жата ма сұрақ. Ал енді не істеуіме болады екен дейді. Келмейді дейді енді участковый врачтар шақырып. Бұл жерде тұрған дәрігерлерде мына телевидение арқылы диагноз қоя алмайды. Сол үшін ол жерге дәрігерді шақырду керек. Шақырып жатыр, келмейді Өздігінен дейді. үйде отырып ем қабылдаудың ешқандай да қажеттілігі жоқ. Дәрігер шақыру керек. Келмеген жағдайда не істейді? Келмесе. Болмаса аяғымен барсын, мекемесін білет, қарайтын жаңағы емханасын білет, барсын. Әр емханада фильтр кабинет деген болады. Келген кезде температурасын өлшейді. Ары қарай науқасты жүргізеді. Ол науқассыз қараусыз қалмайды. Әсіресе соңғы кезде мына емхана жағдайында біздің Д учетте, яғни Д есепте тұратын созылмалы аурулары бар науқастардың арасында, әсіресе артериалды гипертензияларда жаңағы нестабильность дейді ғой, артериалды давлениенің тұрақсыздығынан да біз симптоматика іздейміз қазір. Себебі жаңағы әріптесіміз айта кетті ғой, ол тромбтың түзілуіне әсер етеді көбінен. Қан қоюланады. Жаңағыдай есепте тұратын артериалды гипертензия науқастарда әншейінде көнетін, базисті терапияға көнетін давлениясы, яғни қан қысымы жоғарылайды. Көнбейді ол дәріге. Сол кезде де олар жаңағы емханаға қаралса болады, не себептен екен деп. Жаңа енді дәріге келмей жатыр деп жатыр ғой. Осы редакторлар номерін алып сізге берсек, не үшін келмей жатыр екен? Не болмаса хабарласып бір көмек қолын созыласыздар ма? Жағдайды анықтап. Номерлерін бізге беріңіз. Біз денсаулық сақтау ұйымының арнайы мамандарына мен өткізуге сөз беремін. Жақсы. Енді қазір вирустың таралуына байланысты аймақтардың өзін үшке бөлетімізді білесіздер. Қызыл аймақ, сары аймақ, жасыл аймақ деп аймақтардың картасында бір экранға шығарып қойыңыздар. Бұл жерде енді еліміз білесіздер, 22 күн болды Қазақстан Республикасының өзі қызыл аймақта тұр. Бар болған 2 өңір қапты ғой, жасыл аймақта Қостанай облысы, Түркістан дейді мінекей, облыс Шымкент жақ. Енді қазір қызыл аймақта тұрған өңірлердің өзі 8 дейміз, бірақ осы сәуірдің басынан бастап Шығыс Қазақстан облысы және Алматы облысында аудан аралық санитарлық бекеттер қойылып жатыр. Бұл санитарлық бекеттер сұрағым бар, қандай жағдайда қойылады? Былай қарасақ, 8 өңір бірдей қызыл аймақта тұр ғой. Әлде әр жердің өз бір санитар дәрігерлер өздері қабылдай ма шешімді? Бүгінгі талаптарға байланысты бас мемлекеттік дәрігер республика бойынша бұндай бекеттерді қою туралы ешқандай шара қолданылып жатқан жоқ. Ондай қаулы жоқ. Бірақ дегенмен де әр өңірдің, әр аймақтың бас мемлекеттік дәрігерлері, санитарлық дәрігерлері, олардың өздері сол аумақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты оны одан әрі ушықтырмай тұрақтандыру және сырқаттанушылықты төмендету мақсатында белгілі бір шараларды қолданылады және қолданып отыр бүгінгі күні. Енді осыған байланысты әркім әкімдік бас санитар дәрігер өңірдегі өздері шешім қабылдап, қандай шешімді өздері шешім қабылдап отыр. Түсінікті. Енді мына қызыл аймаққа енген өңірлердің өзінде қазір ойын сауық орталықтары болсын, кәсіпкерлік нысандары болсын, ашық мобильді қосымшасын енгіздік қой. Соған байланысты тоқтамай жүре береді, яғни кімде ашық мобильді қосымша бар, ол караоке бола ма, ол басқа да нысан бола ма, бұдан кейін рұқсат беріледі деп жатыр. 5 мамырдан бастап, солай ма? Бүгінгі күні ашық мобильді мына платформа ол кенеттен мына оқшаулау тәртібін бұзатын, немесе үй жағдайында қалдырылған науқастар, ПТР нәтижесі оң болған науқастардың осындай келіп және халықтың арасында аурушылдықты таратпауына негізделген, соған бағытталған. Және ол мына QR код арқылы келіп тіркеліп отырған
бұл қаншалықты тиімді деген бір ой келді, әлде кәсіпкерлер үшін ғана жасалып қойған нәрсе ма? Жоқ, келушілердің саны белгілі бір шегіне жеткен кезде оны біз қосымша арқылы бақылауға мүмкіншілік аламыз. Яғни бұл кәсіпкерлердің өзі де ашық алаңына, ашық платформаға кіргенде белгілі бір өздеріне міндет қабылдайды. Біз осындай талаптарға бағынамыз, біз мына санитарлық эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруға мүмкіншілік береміз. Ашық мобильді қосымшасын негіз көшіріп алыңыздар. Өйткені алдағы уақытта осындай қосымшаң болса, караокеға да, банкет залына да, тіпті концерт залына да баруға мүмкіндік туады деп жатыр. Оны әлде тарқатып айтатын боламыз. Әлде келешекте, болашақта. Індеттен құтылайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейміз.